Сәлеметсіздер ме, құрметті қазылар алқасы және қатысушылар. Мен Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы номер 19 жалпы білім беретін мектептің 8 сынып оқушысы Жаумытбаева Аяна. Менің жобамның аты Port Alive деп аталады, яғни еркіндіктің жаңа өлшемі. Бүгін мен сіздерге жай ғана үй емес, өмір сүрудің жаңа тәсілін ұсынамын. Қазақ халқы ежелден көшпенді халық болған, яғни олар табиғатпен үйлесіп, еркін өмір сүрген. Біз осы идеяны қазіргі заманға бейімдедік. Назарларыңызға Port Alive жобасын ұсынамын. Бұл екі контейнерден құралған жылжымалы ақылды үй. Макетке назар аударсаңыздар, бұл екі контейнерден құралған үйдің жалпы ауданы 60-75 шаршы метрді құрайды. Үйді таныстырып өтетін болсам, бұл екі контейнерді орналастырғаннан кейін бізде осы орын пайда болды. Біз осы орынды орталық холл жасадық. Орталық холл біздің үйіміздің жүрегі десек те болады. Себебі бұл жерде панорамалық үлкен терезелер орналасқан, қазақи нақыштағы оюлы кілем орналасқан, сонымен қатар жиһаздармен жабдықталған. Ал бұл жерде қонақ бөлме, ал бұл жерде екі жатын бөлме орналасқан. Жатын бөлменің әрқайсысында душ орналасқан. Ал бұл жерде терраса, яғни демалып отыруға ыңғайлы. Ал және де күн панельдері бар. Күн панельдері арқылы біздің үй өздігінен энергия алады. Бұл дегеніміз сыртқы тоққа тәуелді емес деген сөз. Және бізде күн ол шектеусіз және қаражатты қажет етпейді. Және бұл жерде демалыс орындары орналасқан, және бұл макетті мен декоративный заттармен безендірдім десем де болады. Және бұл үйдің ерекшелігі ол жарықтың дыбыс арқылы жұмыс жасауы. Мысалы, көрсетіп кетейін. Және де бұл жарықты біз Telegram бот арқылы басқара аламыз. Тек жарықты ғана қоймай, үйдегі температура және қауіпсіздікті біз Smart Life қосымшасы арқылы, яғни Telegram бот арқылы басқара аламыз. Сонымен қатар бұл температураны басқаратын датчик десем болады. Яғни үйдің іші жаз мезгілінде қатты ысып кетуі мүмкін, немесе қыс мезгілінде қатты суып кетуі мүмкін. Сол кезде бұл датчигіміз өзінің жұмысын атқарады. Яғни жаз уақытында салқындатады, қыс уақытында жылытады. Және бұл үй бізде апатты жағдайларға өте қауіпсіз деп айтам. Себебі бұл жерде біз контейнер темірден жасалған, бұл жай апаттарға төзімді. Бұл үйдің жалпы құны 7,7 миллион теңгені құрайды. Бұл бағаға не кіреді? Екі контейнер 2 миллион 400 мың теңге, құрылыс пен монтажға 1 миллион 500 мың, ішкі өңдеме жиһазға 1 миллион 800 мың, ал смарт жүйе мен күн панельдеріне 1 миллион 500 мың, логистикамен орнатуға 500 мың теңге қаражат кетеді. Бұл баға қазіргі іргетас пен бетонмен жасалатын үйлермен салыстырған кезде ол әлде қайта жылдам әрі арзан. Бұл үйді біз кемінде 1-2 апта ғана уақытта орната аламыз. Және бұл қарапайым үйлердің бағасы, яғни қарапайым үйлерді салу бізге 30-40 миллион, яғни максимально 30 миллион қаражатты қажет етеді. Және оның салыну уақыты көптеген жылды қажет етеді. Сол үшін бұл үйді салу, орнату тиімді деп ойлаймын. Және қаржат жағынан өте тиімді. Бұл контейнерлерді біз қай жерден ала аламыз? Біз Қазақстанның ішіндегі Алматы қаласынан және Қостанай қаласынан алуға болады. Алматы қаласында бір контейнердің бағасы 1 миллион 200 мың теңгені құрайды, ал Қостанай қаласында қолданылған контейнерлер 750 мың, 800 мың теңгені құрайды. Бұл үй туризм саласына, экспедиция, ауыл шаруашылығы, тіпті төтенше жағдай кезінде баспана ретінде қолдануға болады. Құрметті қазылар алқасы, көпшілік бұл үйді тек құрылыс пен технология ретінде ғана көреді. Бірақ біз осы екі контейнердің ішіне жайлылық пен еркінділікті сыйдырдық. Бұл тек құрылыс емес, бұл философия. Біздің мақсатымыз үйді бір жерге байламау, шектеулерді жою, және сонымен қатар технологияны табиғатпен үйлестіру. Естеріңізде болсын, болашақта үйлер іргетаспен емес, идеялармен өлшенеді. Біздің осы Port Alive жобамыз сол болашаққа деген алғашқы сенімді қадам. Сіз қайда барсаңыз да отаныңыз бен жылы ұяңыз әрқашан жаныңызда болады. Мен сөзімді аяқтадым. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.